шеңбермен бастаймыз. Mine ballar, şarttaq şеңберді біздер өздеріміздің көңіл күйлерімізбен әдемі орындап шықтық. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Қазір жылдың көктем мезгілі. Көктем мезгілінде неше ай бар? 3 ай. Қане балалар, көктем мезгіліне ай аттарын айтайыз. Наурыз, сәуір, мамыр. Өте тамаша балалар. Көктем мезгілі бізге келді. Көктем мезгілін біздер әртүрлі мерекелермен қарсы алдық. Көктем мезгілі келгенде күн жарқырап тұрады, жаңбыр жауады. Бізге жылы жаққа құстар ұшып келе бастайды. Балалар, енді көктем мезгілінде біздің ата-аналарымыз егін егу үшін жерлерді қопарып, егінге дайындап бастайды. Ал балалар болса, ұшып келген құстарға арнап үйшіктерін жасайды. Қане балалар, бүгін бізде ерекше оқу қызметі бар, сондықтан қане барлығымыз орнымызға жайғасамыз. Балалар, бүгін ерекше оқу қызметінде біздер дәстүрден тыс әртүрлі материалдардан әдіс-тәсілдерді қолдана отырып сурет саламыз. Балалар, біздерге бұлай. Сіздер ма балалар? Сәлематсыз ба? Мен сіздерге кедергі жасаған жоқпын ба? Жоқ. Метбеке, біздерге кедергі жасаған жоқсың. Біздер бүгін дәстүрден тыс әдіс-тәсілдерді қолдана отырып сурет сабағында сурет сала бастаймыз. Менің келген себебім балалар, әлемдік жылдық тексеруден өтулеріңіз керек. Соны ескертуге келдім. Балалар, міне бүгін бізде Мейірбике апайларының қонаққа келді. Балалар, бүгін біздің салатын суретіміз дәрігерлердің қолданатын дәрілері, залалсыздандырылған мысалы дәркелер мен сурет саламыз да. Қарайықшы барлығымыз, мына жерде балалар йод дейді. Йод неше пайдаланады балалар? Білесіңдер ме? Иә, жараларға жағу үшін йод. Одан кейін мынау марганцовка дейді. Бұл да жаралардың орнын тазартып, пайдаланып отырады екен. Дәрігерлік кеңес берген кезде, осы ауырған кезде дәрігерлер бізге осылай кеңес береді екен. Мынау зеленка дейді де, бұл да біздерге жараларымызға жағып пайдаланамыз. Мынау балалар залалсыздандырылған дәке деп атайды. Бұлар ешқандай балаларға зияны жоқ, дәрігерлік қолданылатын бұлдар құрал. Одан кейін мынау мақталы таяқша. Білесіздер ме балалар? Осында біздер сурет сабағында пайдаланамыз. Міне балалар, біздер дәрігерлік әртүрлі жаңағы дәрілер бар, мақталы таяқшамыз бар, осыларды қолдана отырып, қазір оқу қызметімізде сурет салып бастаймыз. Ең бірінші балалар, суретті салмас бұрын мен сіздерге ережелермен таныстырып өтемін. Суретті қазір салардан бұрын қолымызға арнайы киімдерімізді бүлдірмес үшін арнап тігілген қолғаптарымызды киеміз, қолғаптарымызды. Одан соң барып мұқият
мақталы таяқшаны ұстап, бояуымызға батыра отырып, суреттерді бояп бастаймыз да. Ол біздің таяқшамызды аузымызға салмаймыз, көзімізге тигізіп алмаймыз. Өте мұқият пайдаланамыз. Түсіндік пе балалар? Сурет салуға дайынбыз ба балалар? Ал енді бірінші сурет салмас бұрын біз қарап алайық, қалай сурет саламыз. Қараймыз, әртүрлі бояулар қойылған. Сендерге де қазір алдарыңа осылай беремін, дәкелерді беремін, мұқият пайдаланамыз. Алдарында тұрған міне бояулар бар. Көріп отырмыз ба? Мұқият қараймыз. Бұл не балалар? Оңыз. Қарап отырамыз, қалай салынатынын, қалай боялып, сендер соның бәрін мұқият қараңдар. Қазір алдарыңызға берілгенде осылай саламыз. Түсіндік па? Қараймыз. Ортада балалар міне залалсыздандырған не? Дәкел. Бұл дәрігерлік біздерге жаңа көмек берілетін әртүрлі материалдар екен де. Міне қарап отырыңдар, біздер оның орнына мақталы таяқшаны қолданамыз қазір. Біздер суретті салмас бұрын ең бірінші сақтық шараларын сақтаймыз, мұқият қараймыз. Первый қолымызға киімімізді бүлдіріп алмас үшін ең алдымен арнайы тігілген қолғап осыны киеміз қолымызға. Содан соң қолымызға мақталы таяқшамызды алып, бояуға, әр бояуға, әртүрлі бояуға мақталы таяқшаны бірден бөлек-бөлек батырамыз. Жарай ма? Мысалы, қызылдыкін қызылға, сары бояуға, сарыға батырамыз. Түсіндік па балалар? Ал ендеше жұмысымызды бастамас бұрын бізге медбике апайымыз өзінің сақтық шараларын айтып өтсін. Ережелерін айтып өтсін. Кәне мұқият тыңдаймыз. Балалар, қолыңыздағы мақталы таяқшаны ортаның бөлігінен ұстай отырып, бояуды малып отырып бояймыз. Дәкелі мақтаға. Және де көзге, аузымызға, қолымызды, киімдерімізді бүлдіріп алмауымыз керек. Мұқият, ұқыпты қолданамыз. Жарай ма балалар? Ал ендеше бастайық. Және аламыз. Әркім өзінің суреттерін біледі. Жақындатамыз алдымызға, жақсылап ұстаймыз. Үстімізді бүлдірмейміз. Сен бірінші қолданам. Мына суретті қойаймыз. Қызылмен. Қызылмен. Сен міне алдымызға. Бірінші күнімізді қойаймыз. Керемет балалар. Түсініп ол? Стақат қойаймыз. Солай батырып тегізіп қойаймыз. Өте тамаша. Üstümüzde soldakımızı bir olmuşsa oturalım. Buna bir olmuşsa oturalım. Seçelim. Koyla kırağımız. Usulü sevgisi canımız. Bir olmuşsa oturalım. Mütli tamaşa. Karşı mütli tamaşa boyatacaksın. Жер қалуы бір қолымызбен ұстап отырамыз қағазымызды. Қоя береміз. Өте тамаша. Әр суреттің өзінің бояулары бар. Бояуларын нақышына келтіріп отырып қояймыз. Қарамаймыз. Бояуымызға өте қолданамыз.
айтамыз. Өте керемет бояпсыздар балалар. Бояп болғандарымыз алдымызға қоямыз. Кішкене бояуларды алдымызға сұрайық. Кедергі жасамасын. Балалар барлығымыз ендеше қолымыздағы қолғабын шешеміз қойғанбыз. Столымыздың шетіне жинақтап қоямыз. Жинақтап қоямыз. Балалар, ендеше орнымыздан бір тұрып серігіп алайық. Әне орнымыздан тұрамыз столымызда. Өте тамаша. Өте тамаша. Ал ендеше балалар, өте керемет. Мен жүре берейін. Сау болыңыздар балалар. Не балалар? Бізге келді. Біздің бүгінгі сабағымыздың, оқу қызметіміздің әртүрлі дәстүрден тыс әдіс тәсілдерін қолданып отырып, суреттер салдық та. Яғни қарайықшы суреттерімізге. Қолдана сен қандай сурет салдың? Әне, мынау не олдана? Ара. Араны қандай түспен бояды? Сары және қара түстен екенді. Ал балалар, Нұрдәулет қандай сурет салды екен? Нұрдәулет айта ғой. Күннің суреті және бұлттың суретін салдың. Күннің суретін қандай түспен боядың? Сары түспен боядың. Ал бұлттың суретін қандай түспен боядың? Көк түспен. Өте тамаша. Ал жар айтамыз. Сен қандай сурет салдың? Менің суретім. Ағаштың суретін салдың. Ағаштың жапырақтары қандай болады екен? Жасыл түс болады. Өте тамаша. Ал Айзере, сен жердің суретін бейнелепсің да? Жердің суреті қандай түспен боялды? Қоңыр түспен боялды да? Міне балалар, қараңдаршы. Біздер көктем мезгілін бейнеледік те, енді балалар, мына тақтамызға салған суреттерімізді жабыстырайықшы кәне. Ең бірінші бізге Нұрдәулет алып келеді. Күнімді және бұлтты алып келеді. Міне балалар, күн және бұлт суретін. Біздер күнді жоғарыға жабыстырамыз да. Күніміз жоғарыдан түсіп екен, қасында бұлттар. Қараңдар балалар. Енді Айзере маған алып келді ғой суретіңді. Жерді бейнелейміз. Алып келді ғой. Жерді Айзере өте тамаша бояған екен жерді. Ал алып келді ғой маған ағаштың суретін. Бұл ағаштың
ағаштың суреті не ағаштың суреті бейнеленді. Ал келесі сурет қажымаған алып келе ғой. Бұл таудың және жердің суреттері екенде. Таудың баурайы. Ал келесі балалар, күн жылынғанда көктем келгенде бізге құс құмырсқаларда жәндіктер келе бастайды екен. Ол жәндіктерді бізге ұлдана бейнеледі, ағаны бейнеледі. Сосын қан қызы әкеле ғой. Міне балалар, көрдіңдер ме? Біздерде жерлерде міне осындай жәндіктерде жүреді екен. Ара, тастақа жерде жүреді екен. Міне тастақалар жерде жүр. Міне қараңдар балалар. Міне біздер бүгін дәстүрден тыс әдіс тәсілдерді қолдана отырып, суреттерімізді залалсыздандырылған дәкеге бояу, әртүрлі бояумен бояп, күннің суретін, бұлттың суретін, ағаштың суретін, тауды, жәндіктерді, жердің суреттерін бейнеледі. Бұл енді көңілді көктем деген біздер ат қоямыз бұл тақырыпқа да. Біздер міне қараңдар, бұл көктем мезгілінің бейнесі екен. Қане балалар, мен қараймыз. Бізге бүгін кім келді балалар қонаққа? Мейірбике апайымыз келді. Біздерге ол әртүрлі дәрі-дәрмектер алып келді. Солардың көмегімен біздер суретті бейнеледік. Балалар, сендерге бүгінгі салған суреттерің ұнады ма? Өте ұнады. Сендерге өте керемет суреттер салыңдар. Әртүрлі түстерді келтіре отырып, күннің, бұлттың, ағаштың, жердің, ал міне тау бейнеледіңдер. Біздерге осы көктемде келіп жатқан әртүрлі жәндіктерді де бейнелеп салдыңдар. Өте тамаша. Барлығында бүгін оқу қызметке өте жақсы қатысып, бояп суреттер салып, сергіту сәтімізге қатысыңдар. Бүгінгі осымен оқу қызметіміз аяқталды.